Охранник родной. Ассалаумалейкум. Ашып бересіз бе? Жоқ, ашамаймын. Кіру керек болып тұр срочно. Жоқ, ашамаймын. Бастығыңызға звондаймын ғой мен. Любойно звондаймын, мен 20 жыл мына жерде істеп жатқам, ашамаймын. Ашылды ма? Иә, ашылды. Бұл ренжімен беремін. Просто байқамай қалған ғой. Қанат, дворды қарса, Айка шығып келатыр, Айка. Ойнап айтамын, ат шықтың ғой тек, ұйықтап жатыр. Сарағаш тастамайтын болыпсың ғой? Ақсу сарағаштан пайда болған, энергетик түнде тамақ сіңіріп, кекіртіп, остыртып, қудыртады ғой ішін, короче. Түнде ұйықтап атын, бір нәрсе тақыр тұрып қалсам, біреу басыма песік тағып тұр ғой. Складтың есігін аш, әйтпесе басымнан бір атам дейді ғой. Ашпаймын конкретно, атсаң ат деп тұрып аламын ғой, анау қашып кетеді, короче. Ертесін бастыққа айтамыз, звонияны көтеріп жүрген, старший охрана болып кеткенсің. Короче, түнде сменщигім 4 андай тастап кеткен ғой. Деп ашылатын бәленші. Не заты? Сары бәленші ана. Тиіп ма? Ішкен ғой түнде қуып кетсің, бастық айқайлап отыр камерадан көрші. ОБТ тапсыратын адамдардың типтері. Алло, Айдан, шпор бар ма? Матс сенде сатылатын шпорлар жоқ па? Былтыр тапсырғандардың ше шпорлар жоқ па сенде? Сен екінші потоктың ғой, бірінші потоктың шпорлар жоқ па сенде? Мен жасап атқам ғой шпор. Бірақ мен ОБТ тапсырмайтын болдым, братан, өз жұмысқа кіргізіп алам дейді ғой қасына. Тартып отыр өзі. Ертең 4 бала болып Түркістанға, Әулие-Арлауға кетіп баратық, барасыңдар ма сендер? Ертең, короче, 2 телефон алып беремін, стартқа батсам біреуін беріп кете саламын ғой. Простушка жоқ па сатылатын, беріп кеткенге. Ғафар, сенде оқыған кітаптарың болса маған жіберші. Сосын ана тесттерің бар ғой, өзің тапсырған. Соның бәрін маған берші, иә. Сосын шықпай жатқан есептерің болса, кесеге шығарып тастайық та. Бар ма? Кесеге мен шығарып отырмын. Группа маған 5000 теңгеден жіберіп қойсаңдаршы, ертең ана іште комиссиямен келісіп көремін. Нормальный болып кетсе, жинап жүрмей беріп кете салатынша сразу. Көрем ертең тапсырып болмаса, түспей жатсам, армияға кетіп қаламын. Сол жақта контрактіме қалып қоймаймын ба? Мектебім, аяулы мектебім. Қайда барасың, брат? Сол душқа түсейін деп отырмын. Брат, бір битбокс шығарып едім, тыңдап жүрші. Да, ондай тыңдап тұрмын. Қалай, родной? Дерзкий ма? Четко, родной. Әдемі өнерін көргешсің. Қой, кеттім мен. Не, душқа түспейтін болма не? Ыңғайсыз ситуациялар. Не алдың ішіне түсіп кеттің да? Ой! Не алдың ішінде итеріп маған көтін айыр жүрген. Қалай сәпші? Мамам бар деп айтпайсың ба? Қайсы тоқтамаса. Екең бірде киініп алсыңдар ғой, бірақ Манасқа әдем жарасып тұр. Маған ше? Саған нормально. Мал қаяқтасың? Аға кешіңіз, сізге звонда жаптым ғой, кешіңіз. Ема ағама звонда жаптым. Айдана звондайды, вечерге Манас келе ма дейді ғой. Айта-қайта сұрайды. Мен те сұрадым ана. Жоқ, сен сұраған жоқ. Манас сұрай береді, қайта-қайта. Өзі звонда, өзі айтам деген сұрайын деп. Айтып келатым. Мен брат шаруалармен кетіп бардым, сен не істейсің? Өзім жүре берем ма? Қойырсын бәрі, қойшы бәрі қырсын де, ең бастысы. Мам, пап, мен киномды көрмейсіңдер ма түскен? Қартаға баланың киносын көрейік. Жүрсе енді көрейік та, тастаған қыртсаңды. Болса енді кесе көрейік та. Ой, отырмын ғой. Ой, біздің бала әртіс. Осы бала ертең Оскар алады, бізді бағады ертең. Ой, молодец бала. Мен осыған орай 5 бармақ істеп қойдым. Әкесі, қос көрейік. Қалай? Хотя бы 5 бармақ жеп кетейін. Өтірікті перетін, родной. Майопкада сен жылан шағып алды дейді ғой, родной? Кексер, родной. Ойлашы, мына жеріме жабысып қалған ғой, дәу жылан. Басын жұлып аламын, уытара кетпесін ойлап. Деп сорып, бүкіл оғын түкіріп тұстаймын ғой, короче. Одан қан азайып кетті, анар-панар жеп жүріп қой, короче. Вино ішіп қойсын арасында. Қайрат клубқа шақыртты ғой футболға, Дворда футбол ойнап жүргенімді Қайраттың тренері көріп қалған, короче. Техникалар, схемамен ойнаймын өзім дворда ше.
аяқ шығып қалды, бірақ қазір онымен ойнай алмайсың. Футболдан аяғың шығып қалып ойнай алмайсың. Жоқ, натура аяғым шығып қалды қазір. Чисто сынықшыға барып жүрмін қазір. Машинаны қаптайды дейді сен. Смело, жүгірем бар ғой үйде, семерка. Сонымен қаланың ішінде чисто 180 мен жүремін ғой мен. Көрсетші жүр. Мотор жабысып қалды оны. Кеше қаланың ішінде 180 мен жүре бер. Концерт бердің ба, братан? Площадьта, короче, өзім концертін бердім, короче. Қайрат Нұртас өзімен маған 2 ән арнаймын деп келеді ғой, короче. Біреу автограф берді, бермей қойған ғой, ар жақ талпасын жинап келеді. Қайрат Нұртас балаларын шақырып, мен жақтан маған айтады, мен балаларын шақырып, талпамен талпақарланып отыр. Қойш, жұртқа жазыңдар ба? Секретаршы дейсен. Коридордан біреудің тісін тауып алдым да. Аузына неге болмай ма деймін да? Кешірім сіздікі ма? Бәке, коридорда сосақтар жатыр еді да. Сосағыңыз түгел ма, бәке? Сосқаңыз тауып қой дегеніңіз түсін тауып алайын. Әйелім ол менің? Әйелім сосқа дедіңіз өткенде? Көзім сәте берем ғой мен. Негізі онша емес па, әйеліңіз. Кешірім сұрайын, бәке. Бәке деймін да. Қазір барлық нәрсе қымбат ше. Кішігірім айлықты көтересіз ба деген ғой. Кеше қайда бір секретаршы келіп жүрген, жұмысқа кірейінші деп ше. Жоқ, нормально, бәке. Айлық бәрі шүкір, қанағат қой, балашқа бәріне жетеді. Айтыңыз бен, бәке деп қоясың ғой. Әйеліңізді бар ғой, тамаққа апарып алып келдім, бәке. Сосын көйлек әпер дедіңіз ғой, көйлегін әперіп келдім, бәке. Бәке, гүл алып бер дедіңіз ғой әйеліңе. Гүл алып бердім әйеліңізге. Молодец. Бәке, болмаса қатыныңызбен жүріп ала салайын да мен. Бәке, 50 мың теңге беретін болдыңыз ба, или әйеліңіздің WhatsApp-ына сонда да демалғандарыңызды жіберейін ба? Картаңды жегіп қоямын мен. Бәке, еще 2 голый фотоңыз бар ғой, менде тағы бір ақша керек болғанда келем, бәке. Сенің қызымен кездескен роднойың. Бір айма кездеспеген ғой. Қатты құшақтап тұра беріп, мынандай ең соң кішкентай қабырғасын сындырып қоямын ғой, короче. Мойнынан бүйтіп сүйіп алайын деп тұрмын ғой. Ұзақ тұрып қалды. Сонымен біреу звондап қалды. Бәрі құртылды ау деп тұрмын. Ана қызда кет арамыз екен де тез телефон өшіріп тастайды. Сүйіп аламын ғой. Телефон қойып алды, ұйықта деймін ғой. Сіз қойыңыз бірінші дейді. Сен ғой деп ерексіз қалып айырылысып кетемін ғой. Багидің елеңдеймін дауысың шық. Соны наушникпен тыңдап келатам да, қызым қасына келіп құлағына сал жүріп мен құшақтап алады ғой, короче. Еріп кетеді ғана жерде. Қызымды үйінен шығарып саламын да, сосын братан шығып қалады ғой. Не істеушің ау дейді. Братан, менің де конкретно қарындасым бар, мен де өзім бәрін жақсы ойлаймын деп артынан 2 цитата айтып құтылып кеткенсің ғой, братаннан, короче. Кинодан көріп алам, короче, құлағына демалам деймін да, жайып деймін да, варенье ағып кетеді құлағына, ялып кетемін ғой. Елеңдеймін дауысың шыққандай үйімнен. Білмісің. Кешігіп қалдым. Сенің бабник роднойың. Родной үйге барам да, короче, осы уақытқа дейін жүрген қыздардың аттарын жазып шығамын ғой дәптерге. Дәптер толып қалады ғой. Бір айда 148 бала қызбен жүрген ғой. Айданамен жүріп жатырмын, білесің ғой. Альбина дейтін сестренкасы бар еді ғой. Айдана қалаға кеткен кезде Альбинамен жүріп аласың, ойлашы. Қуасың ғой, кішкентай ғой. Нормально, 17-тен асып жатыр ғой. Бірінші махаббат по-любому естен кетпейді шығар. Қумаш, родной. Даже өткен апта сөйлескен қыздар есімде жоқ менің. Бір рет машинасы бар қызбен жүріп аламын да, бардошогын ашып, бүкіл сазын ұрлап кеткенсің ана қызбен. Білмейді ғой. Брат, жаңа көп қызбен жүріп тастадың, күшті сесет шығарсың шын. Базар жоқ, брат. Қыздар мақтайды сені. Родной, бір рет датовой есіріп кетем да, 89-93 жыл қыздармен жүріп бастап кетем. Қай жылғысың өзің? 2000 жылғым бар, Родной, мен надомда бүкіл қызбен жүріп шыққам ғой. Орыс бар, татарка бар, Азербайжан бәрімен ұлт таңдамай жүре берген. Қайдасың, Нок? Не дед? Жындымат, қайдасың, ей? Ей, Мок, не болған саған? Жынды болдың ба, қайт болды қалаға? Мок, қорқынышты болып кеткен. Стипендия түсті. Стипендия түсті. Прикинь, 2 айдікі бірден түсті. Серьезно ма? Жамай болып көзім дауына жүріп. Ол жүр енді қайт қалаға.
жүр. Айнала, екеуі бірдей түсті. Родной бүгін қаншасы? 4. Әлі стипендияға 20 күн. Амантай ағай. Аға деріске өкесі ғой екен қағай. Айлық түсті ба не? Базар. Соңғы модель түсті. Борап күш көп борау. Базар. Аға екеуміз руымыз бір ғой білесіз ғой. Қош? Тиенсің ғой сен ма? 10 мың теңге. Ежелгі адамдар айдана келмеген ба не бүгін? Келмеді ағай ол. Басынан айтса бақ, не өтірік пері отсын. 1340. Өтірік айтпа, 1200-ден басталған. Ағай, сіздің даусыңыз бар ғой, телеведущийлардың даусы ұқсайды. Құмандар сен. Ағай. Бүгінгі жаңалықтарда. Анан қараңызшы. Ауыр ой болса ма? Ағай, қысқа айта берсем ба сабақты? Қалай сонда ана қазіргі заманда қыздардың етегі ұқсап па? Базар жоқ ағай. Астарлап жеткізесіз ағай. Қамырдан қыл суырғандай қой. Базар ойың. Жылқыдан болды ағай. Кіммен партама Амантай лох деп кетті? Мен ағай. Адам сыйламайсың ба не? Амантай ағай лох демейсің ба? Кешіріңіз.